Ең бірінші орта тап деген түсінік Англияда, орта тап деген түсінік Англияда 17 ғасырда пайда болды. Ол кезде ірі ауыл шаруашылық иелері мен кейде қала мен ауыл кедейлерінің арасында қарама-қайшылық жағдай пайда болды. Сонда осы қоғамда білді, бізде бай адамдар бар, кедей адамдар бар. Басқа халықты қай жаққа санаймыз, кім деп санаймыз дегенде, сонда Англияның парламенті сондай бір идеяға келді, біз осылардың бәрін орта тапқа жатқызайық депті. Сонда орта тапқа сол кезде Англияда кіретін адамдар кәсіпкерлер, шіркеу қызметкерлері, адвокаттар, жазушылар, суретшілер, оқытушылар, дәрігерлер. Осы тап орта тап деп белгіленген. Содан бері, 17 ғасырдан бері, қазіргі біздің 21 ғасырға дейін осындай түсінік орта тап деген бар. Бірақ та ол орта таптың мағынасы ұдайы өзгеріп тұрады. Егерде кеңес экономика кезінде бізде жұмысшылар табы болды. Содан колхоз дейміз, ауыл шаруашылық табы болды. Соның ортасында зиялы қауым. Сөйтіп қоғамды үш неге тапқа бөлді. Жоспарлау экономика кезінде. Сол зиялы қауым табына тағы да ғалымдарды, оқытушыларды, жазушыларды, дәрігерлерді, осыларды сөйтіп кіргізіп отырды. Қазіргі нарық жағдайында орта таптың мағынасы 17 ғасырдан салыстырғанда біраз өзгерісі бар. Қазіргі жағдайда әлемде біз орта тапқа кәсіпкерлерді кіргіземіз, орта тапқа менеджерлерді кіргіземіз, білім, ғылым және денсаулық саласындағы қызметкерлер кіреді. Сонан кейін шағын орта бизнестің иелері орта тапқа кіреді. Сондықтан орта тапқа кіру үшін, орта тапқа елді кіргізу үшін өзінің бір критерийі бар. Ол критерий негізінде мүлік, материалдық жағдай. Егерде сенде үйің бар, көлігің бар, табысың жеткілікті, 3 адамдық семьяны асырайтын табысың бар болса, осыны орта тапқа жатқызып отыр. Қазір біздің елімізде ол орта тапқа неге сонша назар аударылып отыр? Неге дейміз? Өйткені орта тап ол әлеуметтік тұрақтылықты білдіретін тап. Өйткені осы таптың салық төлейтіні бюджетті кәдімгідей толтырып отыратын тап. Тұрақты, ол тұрақты, өйткені осы таптың табыстары тұрақты болғаннан кейін бюджеттің табысы да тұрақты болып саналады. Екіншіден, осы таптан күрделі, осы таптан квалификациясы бар мамандар шығатын тап. Неге дейміз? Өйткені бұл таптың жағдайы бар, балаларына, өздеріне білім беретін тап. Сондықтан осы таптың әлеуметтік үшін, экономика үшін, жалпы қоғам үшін рөлі осындай. Содан кейін үшінші жағдай ол саясаттық тұрақтылығы деп саналады. Өйткені осы тап негізінде ертеңінде сайлауға қатысатын тап,
қоғамның қандай деңгейі болып тұрған мінезін несін білдіретін тап. Сондықтан осы тапқа қарап қоғам біледі, осы біздің орта тап. Егерде осы орта таптың жағдайы нығайса, жаңағы жағдайы жақсы болса, онда қоғамның дамуға келешегі бар деп саналынады.